Басыңды көтерші балам. Шошытпашы мені балам. Кім бар көмектесіңдер. Тыныштық болса екен. Жүрегім неге дүрсілдеп кетті? Апа. Әбден шошыттың ғой мені балам. Шошыттың ғой. Балам. Электрик өмірінде бір-ақ рет қателеседі деуші еді. Мен тірімін. Демек, маған тағы бір мүмкіндік берілді, апа. Қозғалма. Қазір дәрігер шақырама. Қозғалма балам. Қозғалма. Қажет емес. Мұндай жағдай талай рет болған. Құрысын бұндай жұмысың. Сені жоғалтып ала жаздадым ғой. Сенің маған аман жүргенің керек. Таста бұл жұмысты. Таста. Дамир. Маған не болған? Неге қорқып отырмын? Өң қашып кетіпті ғой. Маған ренжіп отырсың ба? Әлде бір жерің ауырып отыр ма? Айтсаңшы, қызым. Ештеңе болған жоқ. Айран ішіп ал. Рахмет, ішпеймін. Бүгінгі айтқан сөзің ойымнан кетпей қойды. Сезім деген уақытша нәрсе. Өткінші жаңбыр секілді себелеп өтеді де кетеді. Сол Дамирден басқа жігіт құрып қалып па? Мен сенің анаңмын. Болашағыңды ойлаймын. Апа, мен сіздерді түсінбеймін. Неге сонша дүрліктіңіздер? Дамир маған сөз салған жоқ. Мен де оған уәде берген жоқпын. Жай ғана келіп гүл сыйлады. Ал сіздер болсаңыздар жоқ жерден шу шығарып адамның көңілін қалдырып отырсыздар. Махаббатты бастамай тұрып тоқтату керек. Ертең кеш болады. Сосын Англияға барам дегеніңді қойшы. Жанболаттың әулеті елге сыйлы, Рауанның жағдайы жақсы, орны бар. Бізде терезесі тең адамдармен құда болғымыз келеді. Жағдайыңды жасайтын, арқа сүйер отбасына барғаның дұрыс. Сенің бақыттың үшін. Апа, маған бұл әңгіме ұнамайды. Қайталап айтам, мен үшін шешпеңіздерші, бұл менің өмірім. Үлкендерді тыңдасаң, қор болмайсың. Демалуым керек. Қайырлы түн. Өз билігің өзіңде әбден еркеліп кеткенсің. Ұйықтайыншы, шаршап тұрмын. Ертең сөйлесеміз. Мен бұны бұлай қалдырмайым.
Алло. Сәлем, әлемнің 8-ші кереметі. Қалайсың? Мен сізді танымадым. Ой, мен ғой. Азатпын. Азат. Нөмірімді қайдан алдыңыз? Шын іздеген адам жолында нөмірінде табады. Ғашығым, сыртқа шықшы. Есігінің алдында тұрмын. Қолымда бір құшақ гүлім бар. Сені ауылды бір айналдырып қыдыртып қайтайын. Қаласаң ауданға барамыз, айға ашамыз. Жоқ, мазамды алмаңызшы. Алло. Алло. Махаббатым. Алло. Ойбай. Мықты қыз екен. Айтпа, қыз мықты. Ұлы Қытай қорғанынан тағы да өте алмай қалдың. Досым, сенікі дұрыс емес негізі. Сенікі махаббат емес. Сенікі тек шабуыл. Олай деген болмайды. Кішкене қызды күту керек. Ол бір қадам жасайды, сен бір қадам жасайсың. Ортада жолығасыңдар. Махаббат деген солай болады ғой. Ол мен әдейі сынап жүр. Қыздар солай істейді. Дұрыс, ниетіңе жет. Бірақ мен берілмеймін. Аружан менікі. Азат, былай істеші. Аружан менікі деп қағазға жазып 10 адамға тарат. Үйіңе барып жет желпек пісір. Дұрыс. Сонда жолың ашылар. Дұрыс, тілеу керек. Ниет ету керек та. Сендердің бастарыңнан бар ғой. Шынайы сезім өтпеген ғой. Мені түсінбейсіңдер. Азат, сенің мықты жерің, өзіңе деген сенімділігің. Дұрыс айтады. Досым дұрыс айтып тұр. Қараш, қандай керемет жігіт. Азекеңнің жүрегі сұлу ғой. Жүрегі әдемі. Бір ой кеп тұр. Былай жасау керек. Жүрегіңді аламыз. Бетіне жапсырамыз. Ертең тағы да келеміз. Мүмкін сол кезде қарап қалар. Әрекет жасау керек қой енді. Тура бір жүрек бас адам боласың. Қойыңдаршы. Мен оны сүйем. Жүгірмектер. Бұл не күлкі? Бүкіл көшені бастарыңа көтерді. Ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ой, Азат, сен тағы не жоғалттың бұл жерде? Ештеңе? Сол баяғы. Көлігіміз кішкене бұзылып қалды. Мынау ғой. Көлік пе бұзылған, әлде көңіл ме? Барыңдар шуламай. Болды аға, кетеміз. Кешіріңіз. Азат. Аға, мен негізі. Жүріш. Дұрыс. Кейін келеміз. Әкесін не істейсің оны? Мы сдали анализы. Врач все внимательно посмотрел. Сказал, что у нас есть шанс. Самое главное – терпение. Ты знаешь, я впервые за долгое время вышел от врача без этого кома в горле. Раньше было ощущение, как будто сейчас скажут что-то плохое. А сейчас хоть знаем, куда дальше идти. Главное, доченька, не загоняй себя. Не держи все в себе. Мам, я стараюсь. Но иногда так страшно. А вдруг опять ничего не получится? Мы же столько уже прошли. Хватит. Мы вместе. Понимаешь? Пока вы были в больнице, я места себе не находила. Все думала, как вы, что с вами. Мам, без вашей поддержки нам было бы еще сложнее. Ой, да какая поддержка? Я же ваша мама. А врач-то что сказал? Еще один курс лечения, потом контроль. Дальше, если все пойдет хорошо, уже наблюдение. Он сказал, что динамика неплохая. Значит, не зря съездили. Не зря. Всему свое время. А главное теперь верить и ждать. Знаете, когда есть поддержка, даже ожидания не страшны. Бірлік болмай, тірлік болмас. Дұрыс па? Самое главное, мы вместе. Анау Дамир емес па? Тоқташы қасына. Қойшы кете берейікші. Сөйлесуің керек, тоқташы деймін. Арыз жазса басымызға бәле болады. Тоқташы дедім ғой саған.
Электрик. Жұмыс қайда, не отырсың ау? Шаруаң болмасын. Дирабас. Сен Аружанға сезім білдіріп жүр екенсің ғой. Қалай ол? Ағасы болып жүріп, ғашық болу деген ұят емес па негізі? Таяқ жемей тұрғанда жоқ болып кетші. Неден тұрсың? Сен қалай сөйлеп тұрсың? Көшір төсін көкпар қалғандар ме? Елсіңдірші? Бәке, біз сөйлесіп тұрғанбыз, өзі ғой бірінші бастаған. Қарасаңыш міне. Иә, бірден жұдырығын ала жүгірт. Түсінбей қалғансың ғой. Өзіңізді білесіз ғой. Біз төбелеске жоқпыз. Сендерге дауа жоқ екен бар ғой. Мен ешкімге тиіспеймін. Бірақ тиіскенді аямайым. Тәртіп заң бәріңе бірдей. Жүріңдер бөлімшеге. Сол жерде сөйлесеміз. Бәйбішем кеткелі жалғыздықтың азабын тартып жүрген жайым бар қырағым. Жалғыз адамға уақыт өте ме? Төрт қабырғаға телміріп қарайсың да отырасың. Көңілің ауланып, ойың бөлінбегеннен кейін денсаулығыңда сыр бере бастайды екен. Қаладағы балалардың келетін ойы жоқ па? Олар келмейді қарағым. Немерені әкелуге де ықыласы жоқ. Жұмыстары көп. Бір жағынан олар да түсінем. Аға, сізге бір сұрақ қояйыншы. Иә. Сіз соңғы рет қаладағы балаларға қашан бардыңыз? Мен бе? Иә. Бармағалы біраз болды. Мәселе сонда ғой аға. Кейде күтіп отыра бергеннен гөрі бірінші қадам жасаған дұрыс шығар. Барыңыз. Немереңізді иіскеп, бір мауқыңызды басыңыз. Атасы келсе қандай немере қуанбайды аға? Япырай қалай қабылдар екен? Ешкімге ренжудің қажеті жоқ. Мүмкін олар сізден именіп жүрген шығар. Содан кейін ауылға өздері-ақ келеді. Дұрыс айтасың қара. Мен де бір қадам жасап көрейін. Дұрыс сол шығар. Кейде жалғыздықты күтумен емес, әрекетпен жеңесіз аға. Ақылыңнан айналайын. Көзің айтқаным емес. Ажар, сен өте парасатты жансың. Қойыңыз аға. Сіз нағыз данасыз аға. Әлі бәрі өзгереді. Бұл жерде әлі талай той тойлаймыз аға. Иә? Солың аман жетелік. Иә, тағы да шайыңнан күш. Келіңіз. Ерке қыз, тұрсаңшы, түс болды ғой. Мазам болмай жатыр. Қызуың бар ғой сен. Күйіп жатсың ғой? Жеңеше, мені оңаша қалдырыңызшы. Сөйлесуге де шамам жоқ. Қалай тыныш отырамын мен? Су ішесің бе? Жоқ. Әлде ыстық сорпа әкелейін, таңнан бері нәр татпадың? Тамаққа да зауқым жоқ. Сіз алаңдамай өз жұмыстарыңыз істей беріңіз. Адам ауырып жатса қайдағы жұмыс? Мәмінан қойып алшы. Мен жай
Шаршаған шығар. Қой. Сәлем бердік Ажар әпке. Бақытты бол айналайын. Амансыз ба, Болат аға? Сапар оң болсын. Айтсын, есенсің ба, Ажаржан? Істеген ісіңе береке берсін. Қалдарың қалай? Ерландай аман ба? Шүкір, бар жақсы. Ерлан кірпіш зауытына жұмысқа кірді. Кешке келеді. Ажар апай, қымыз әкелейін, күте тұрыңыз, ә? Жақсы. Ажаржан. Пейіліңе рахмет айналайын. Ай, Ажаржан. Сенің еңбегің зор ғой. Істеген ісің зая кетпейді. Бір ауыз сөздің өзі адамға сондай дем береді екен. Әлгі газет журнал келмеді ме? Осы жұмада өзім әкеп тастайым. Ана Ерлан бар ғой. Бір апта болды. Ана шкенін қойып, кешірім сұрап, мына үйге өзі бас көз болып жүр. Саған рахметімді айтайын деп еді. Ол менің сөзімнен емес, өзінің ниетінен дұрысталды. Адам өзі түзелем десе ғана өзгереді. Соған қуанып тұрмын аға. Қай кезде де жөн сілтеп жүресің, елге ылғи пайдаң тиіп жүреді. Рахмет саған. Уақыт бәріне сарапшы ғой аға. Білгенімізден білмейтініміз көп демекші. Біздің үйдің қымызы. Ауыз тиіңіз. Ауыз жеу. Тобылғымен ұсталған. Нағыз бабында тұр. Бісмилла. Керемет екен. Шаңырақтан береке кетпесін. Ал жақсы. Аман жүр айналайын, аман жүр. Сіздер де аман болыңыздар. Жақсы. Сау болыңыз. Қайсы әкел көрейінші. Мына қыз әлі тұрмаған ба? Талғат жай сөйлеш, ерке қыз ауырып жатыр. Еркелеп жатыр десеңші. Үлкеннің сөзін тыңдамасаң осы. Туй, не болды сонша шүйлігіп? Алдымен наған қараш, 40-қа таяп тұр. Бірден істеуіміз керек. Қазір Күләш апаны ертіп келейін ба? Мені оңаша қалдырыңыздаршы. Болмаса ана медбике Сымбатты шақырып келейін ба? Маған ешкім керек емес. Аудандық емханаға апарайықшы. Әйтпесе уақыт өткізіп аламыз. Тұрш, кейін. Қазір барып қайтайық. Мен ешқайда бармаймын. Әй қызау, естідің бе? Жан құрбы болып жүрген Ажар мен Шолпан аразасып қалыпты. Масқара, соған жеткен бе? Әй, не бөлісем айғалып екеуі? Ажар Шолпанның арқасында осы ауылға сіңіп кеткен жоқ па? Енді келіп кісі менсінбейтін болды ма? Бәрі анау Дамирдің кесірі дейді. Аружанға ғашық болыпты. Енді Жұман мен Шолпан оқыған, шетелге кетейін деп отырған қыздарын электрикке бере салмайды ғой. Дамир де қайтпайды екен. Батылдық емес, басы дуаланған. Аружанның артынан жүгіріп жүрген тек қана ол емес қой. Енді? Анау, әлгі бай Сәбиттің ұлы Азатта күнде бір гүлін ұстап, сол үйдің маңынан шықпайды. Онысы рас. Өткенде таңерде мен де көрдім. Көлігі бұзылғанда есік алдында тұр. Махаббат эстосы ғой. Ана көрші ауылдағы кірпіш зауытының иесі Рауан. Ол да айттырыпты. Менің ойымша қыздың таңдауы соған түсетін сияқты. Сонда Рауан алатын болды ма? Бай жігітті кім уысынан шығарсын? Қазір қыздарды білесің ғой, махаббаттан бұрын қалтаға қарайды. Мынаны есептей салшы. Әкеліңіз. Сізден 1000 теңге. Жақсы сау болыңыз. Туй, осы ауылдың адамдары. Қызық бір әңгіме айтайын десең, сериалдағы жарнама сияқты ортасынан бөліп жібереді. Ажар апай. Саламатсыз апай. Аман ба бек? Саламатсыз Ажар апай. Қалайсыңдар Сұлтанжан? Жақсы. Біз баяғы балалармен татуласып кеттік. Қазір бір командамыз. Анау аудандық жарысқа дайындалып жатырмыз. Бос уақытымызда кітапхана барып тұрамыз. Кішкентай балаларға сабақ түсіндіреміз. Тентектікті қойдым апай.
Мені нағыз жігіттіңісі. Сұлтанжан, мен саған сенгем. Жарайсың айналайын. Рахмет апай. Сіздің алдындағы айтқан сөздеріңізді ешқашан ұмытпаймын. Сіз жақсы адамсыз. Рахмет айналайын. Өркенің өссін. Сәттілік серігің болсын. Енді жеңіспен оралыңдар, Сұлтанжан. Көп рахмет апай. Жақсы, сау болыңыз апай. Мен сені шығарып салайын. Әуре болып қайтесің? Ешқандай әурешілігі жоқ. Қайта қасымда болғаны жақсы. Рахмет. Жақсылығыңды ұмытпаймын. Мынау саған. Өзің үшін ауыл сыртынан теріп әкелдім. Рахмет. Қандай әдемі? Иісі де керемет екен. Дамир, балам, жүр шай ішеміз. Жүр ғой. Тәбетім жоқ, апа. Өзіңіз іше беріңіз. Жалғыз адамға аспа тұшым еді. Қиналып жүргеніңді білем. Менің қолымнан не келеді, айтшы? Бәрі уақытша. Өткенді ұмытуға уәде берем. Тек сіз аман болыңыз. Қуған жетпес, бұйырған кетпес дейді. Өз-өзіңе келсеңші, балам. Болды ғой? Жүр шай ішеміз. Жүр. Әже, мен бүгін бірезім өнердің ешкіма тата әперген жоқ. Обой, алтыным, кішкентай балапаным. Қазір дүкенге барайық, қалағаныңды алып берем. Жарай ма? Аружан тәте мені қыдыртам деп еді, бөлмесіне шықпайды қойды. Қой қызым, әпкең ауырып жатыр, жазылған соң ойнатады. Аружан әлі дәрігерге барған жоқ. Айтқан тыңдамай, қасарысып жатыр. Жанат хабарласты. Тойдың жайын білгісі келеді. Не айтамыз? Апа, олар неге сонша асығыз? Қыздың өзімен де санасқан дұрыс қой. Ана, Рауанның біздің қызда көңілі бар көрінеді. Сол асықтырып жатқан. Аружанның көңілі ше. Оны біреу ескерді ме? Енді бір қыздың еркелігін көтере алмасақ, несіне жүрміз, ә? Үлкендердің өздері шешсін. Сіздер тыңдайтын шығар. Қалаға қашан қайтасыңдар? Алдымен Аружан жазылсын. Тойдың шаруасын реттейік. Сосын қайтамыз. Адам өзінің сүйгеніне қосылу керек. Біз де сол кезеңнен өттік қой. Ой, біздің заман бөлек. Бүгінгі салыстырмаш. Заман өзгергенмен сезім өзгермейді. Аружанмен өздерің сөйлестіңдер ме? Сөйлестім, ол Рауанды қаламайды. Оқуға кетем дейді. Ол да дұрыс шығар. Англияға оқуға түсу кез келгеннің қолынан келмейді. Ол соған дайындалып жүр. Қыз баланы алысқа жіберу оңай емес. Қыз мұраты кету дейсіздер ғой. Бірақ ол тек кету емес, таңдау. Ал Аружанның өзі не дейді? Дамирсіз маған өмір жоқ дейді.
Талғат, қойшы. Олардың арасында күйдім сүйдім деген әңгіме болмаған. Ол соған намыстанып қалыпты. Ушықтырып жүрген өзің. Енді мен кінәлі болып қалдым. Сол Дамирді айтпаңдаршы. Жыныма тиді. Шаруаға бейім ешкімге зияны жоқ, Балет. Обал жасадық па деп ойлаймын. Енді сен шықтың ба? Жаның ашетті отырады екен. Өзінен көрсін. әпкетайым келді. Ерке қыз, қалай болдың? Қайда шықтың? Қалаға кетем. Аружан, бір жерің ауырып тұр ма? Қызым-ау, мына түрмен қалаға барасың ба? Мен бұл үйде қалмайым. Дәрігер шақырыңдар! Дәрігер шақырыңдар! Әпкетайым,